көріп дағыны қазір бізде жергілікті әкімдердің алдында тұрған басты міндет жаңа кәсіпорындарды ашу, жаңа жұмыс орындарын құру. Ауданда жаңа өндіріс кәсіпорындарын ашу үшін 24 гектарды құрайтын инфрақұрылыммен қамтылған индустриалды аймақ құрылған. Индустриалды аймақта 4 миллиард теңгені құрайтын 6 инвестициялық жоба іске асырылған. Қазіргі уақытта қосымша 2 жобаның іске асырылуы пысықталуда. Бұл жобалар іске асырылған жағдайда тартылған инвестициялардың көлемі 5 миллиард теңгеге жетіп 340-тан астам жұмыс орындары құрылады.